Созақ ауданының тұрғыны торт пісіріп айына айтарлықтай қомақты табыс тауып отыр. Өнімдерін тек ауыл дүкендеріне өткізіп қана қоймай, әлеуметтік желі арқылы сатады екен. Тоғжан Асқарбек қызы екі баланың анасы. Бүгінде ата енесімен Созақ ауылында тұрады. 2022 жылы бизнес бастау жобасымен кәсіпкерлік курсын оқып, 1 миллион 200 мың теңге көлеміндегі қайтарымсыз грантқа ие болған. Оған кондитерлік өнім пісіретін пеш, үлкен тоңазытқыш, бұлғауыш сатып алыпты. Қазір шағын ауылдың өзінде кәсібін дөңгелетіп отыр. Бірінші ата енеме үлкен рахмет. Атам осы зданияны да атам салып берген, өз қаражатына, өз ақшасына. Ең бірінші қолдау сол атамнан болған. Атам көп көмектесті, көп поддержка берді, енем де поддержка берді. Сол кісілерге көптен көп рахмет айтқым келеді. Кейде болады, таңнан кешке дейін жұмыс жасайтын уақыт болады. Сол кезде екі балапаныма енем өз қарап, тамақты істеп қояды. Енді оның өзі үлкен поддержка ғой. Кондитерлік өнім әзірлеп табыс тапқан жас келінді ең бірінші ата енесі қолдаған. Сондықтан өз кәсібіне белсене кіріскен келіншек тек ауыл тұрғындары үшін ғана емес, әлеуметтік желі арқылы тапсырыс қабылдай бастаған. Ал кейде пісіретін тәттінің саны ұлғайса, енесі балаларын қарап қарайласатын көрінеді. Алдында тек бір печкамен аз пісіретін едік, уже одан кейін үлкен печка алғаннан кейін қорықпай заказ алатын болдық. Көп заказдар алатын болдық, тойларға алатын болдық заказдар. Сұраныс көп болды негізі. 10-15 торт шығарамыз, одан бөлек жаңа пирогтар, пирожныйлар, қаншама штуктап мысалға 100 штуктан шығарамыз сондайлар. Сұраныс көп, халық білет, дәмі жақсы. Бастысы бізде барлық тәттілердің құрамы натуральный да. Ешқандай қосымша арзан дүниелер қосылмайды. Сүйікті ісіңмен айналысуға бүгінде мемлекеттен берілер көмек көбеюде. Кәсіпкердің алдағы уақыттағы жоспары осы ісін әрі қарай үлкен жобаға айналдыру. Ажар Жұмағұл, Медет Пірәлі, Түркістан 24.